رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті қарекелер, шәкірттер, бауырлар, біз имам Ибн Джазаридің мұқаддимасы бойынша бұл хафс риуаятына қатысты тәжвидтік қағидаларды толығымен қамтитын имам Ибн Джазаридің еңбегі. Сол бойынша дәріс жүргізіп жатырмыз. Бүгін кезекті баб әт-тәжвид. Баб әт-тәжвид. Яғни тәжвид бабы. Тәжвид бабы. Имам Ибн Джазари алдыңғы баптарда өздеріңіз байқадыңыздар, кіріспе жасады. Одан кейін бәб махариджил хуруф, одан кейін бәб сифатил хуруф. Осылай бастаған. Неге? Себебі қандай шәкірт болса да, Құран оқуды ниет қылып кіріскен кезде ең бірінші әріптерден бастайды. Әріптерден бастайды. Тәжвидтік ережелерге кіруден бұрын, оны бастаудан бұрын әріптерден бастайды. Міне, сол логикамен бірінші әріптердің махраждарын, одан кейін сипаттарын түсіндіріп, енді тәжвид бабына кіреді. Әт-тәжвид. Әт-тәжвид. Мына жерге жазбай ақ қояйын, бұл жерде тек мәтіндер тұра берсін. Тәжвид жауада деген сөздің масдары, ғылыми термин ретінде қалыптасқан. Жауада деген ол бір нәрсені әдемі, көркем ету деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар ихкам, итқан деген мағынаны білдіреді. Яғни бір нәрсені кемеліне жеткізіп жасау. Әдемілеп, кемеліне жеткізіп, жақсылап, толықтырып, кереметтеп орындау дегенді білдіреді. Бұл тілдегі мағынасы. Ал енді ғылыми анықтамасы أحكام النطق بكلمات القرآن الكريم وحروفه وإتقان أدائها منفردة ومجتمعة. قسقاشا غلمي анықтамасы осы. يعني إحكام النطق بكلمات القرآن الكريم وحروفه. Құран кәрімнің сөздерін және әріптерін кемеліне жеткізіп дыбыстау. Тәжвидтің ғылыми анықтамасы осы. Сонымен қатар әда бұл мынау қырағат ғалымдарынан және осы Құран кәрімді мәнерлеп оқу мамандарынан қалай дыбыстауды үйрену. Міне осыны жетік меңгеру. Мунфаридатан уа муштамиа. Мунфаридатан деген мағынасы не? Яғни әріптерді жекелей дыбыстағанда да және жинап дыбыстағанда да. Сөздерді жекелей дыбыстау бар және жинап дыбыстау бар. Міне қай жағынан болса да сол Құранның сөздерін, Құранның әріптерін жекелей немесе жинап дыбыстауды мамандардан үйренгенде оны жетік меңгеріп үйрену және жетік кемеліне келтіріп дыбыстауды меңгеру. Тәжвидтің ғылыми анықтамасы жалпы осы. Енді біз неге бұдан бастап жатырмыз? Мәтіннен бұрын, себебі біз кейбір принциптік мәселелер бар, соларды дұрыстап үйренуіміз, біліп алуымыз керек. Бізде мынау тәжвид ғалымдары қойған қағидаларды және олар қойған критерийлерді білу бар. Олар қойған қағидалар және критерийлерді дұрыстап меңгеру бар. Тәжвид ғылымында көптеген мәселелер бар. Әріптердің махраждары, сипаттары, нун сүкун, мим сүкунның үкімдері, ары қарата
жуан оқу бар, жіңішке оқу бар. Мәселелері тәжвид ғылымының өте көп. Енді осыларды жалпы білу теориялық тұрғыдан осыларды білу бұл бірінші мәселе. Бұны біз әт-тәжвид ил-илми дейміз, немесе әт-тәжвид ан-назари. Ғылыми тәжвид немесе теориялық тәжвид. Бұның үкімі не? Яғни жалпы тәжвидтік қағидаларды теориялық тұрғыдан білу үкімі не? Үкімі бұның фард кифая. Фард кифая кейбір мұсылмандардың арасынан тұлғалардың білуі, бұны жетік меңгеру фард кифая. Барлығының білуі шарт емес. Барлығы кәдімгі тәжвидтік қағидаларды идғамул мутажанисайн, идғамул мутақарибайн, идғам әл-мутамафилайн деген секілді қағидалардың барлығын әрбір момын мұсылманның білуі шарт емес. Егер момын мұсылмандардың ішінен өздерің секілді бір топ шығып, оны меңгеріп, ары қарай шәкірттерге үйрететін болса, ол мойнынан түседі. Ал енді мәндуб болып есептеледі бүкіл мұсылмандардың білуі. Ол мәндуб. Мәндуб, яғни ол болса да мустахаб деп екінші атауы бар, жақсы білген. Әрбір момын мұсылманның бұл ғылыми қағидаларды, жаңағы мәселелерді тәжвид ғылымы саласында, тәжвид саласындағы оны теориялық тұрғыдан анықтамаларын білуі, махраждардың анықтамаларын білуі жалпы мұсылмандарға ол мустахаб болып саналады. Енді екінші бөлігі бар, ол татбиқ әл-қауаид ад-дауабит әт-тәжвидия. Яғни мынау тәжвидтік қағидаларды, мәселелерді іс жүзінде білу. Оны теориялық тұрғыдан білмесе де іс жүзінде білу. Бұның үкімі не? Бұның үкімі әрбір момын мұсылманға фард айн. Бұны әт-тәжвид әл-амали дейміз. Әт-тәжвид әл-амали немесе әт-тәжвид әт-татбиқи. Яғни іс жүзіндегі тәжвид немесе жалпы практикалық тәжвид. Яғни бұл әрбір момын мұсылман меңгеруі керек, әрбір момын мұсылман білуі, орындауы керек міндет. Неге? Себебі әрбір момын мұсылман ол намаз оқу керек. Әрбір момын мұсылманның намаз оқу міндет, ал намаз қырағатсыз, тилауатсыз намаз жоқ. Оның намазы дұрыс болу үшін, демек ол бар мүмкіндігін пайдаланып, тәжвидті, яғни Құранды тәжвидпен оқуға іс жүзінде әрекет жасауы керек. Біздің қазір бәбі тәжвидте имам Ибн Джазари айтып бастайтын, қазір мен оқимын, тәжвид осы, іс жүзіндегі тәжвид. Имам Ибн Джазари бұл жерде теориялық тәжвидті айтып отқан жоқ, іс жүзіндегі тәжвидті айтып отыр. Яғни әл-ахзу бит-тәжвиди хатмун лазиму деп бастайтыны, яғни осы іс жүзіндегі тәжвид. Бұл имам Ибн Джазари айтып бастап атқан тәжвидке оған теориялық тұрғыдан қағидалардың бәрін жаттау кірмейді. Сондықтан осындай кіріспені біз жасап жатырмыз. Енді біреулер айтуы мүмкін, ол іс жүзінде бүкіл барлық момын мұсылмандардың тәжвидпен оқуы ол мүмкін емес қой деп. Егер еңбектенетін болса, әрбір момын мұсылман Фатиха сүресін және Ихласты әдемілеп тәжвид қағидаларын сақтай отырып, үйреніп жаттап алуына болады. Егер ол еңбектенетін болса. Кішкене ұстаздың алдында отырып, немесе кейбір аудиоларды дұрыстап тыңдап, соны қайталап, тура сол шейхтің, қаридің оқығанын қайталап, жаттап алуына, мысалы, Фатиханы және Ихласты өзінің намазына, құлшылығына жететіндей үйреніп алуына болады. Сондықтан тәжвид ғұламалары, біздің саланың мамандары айтады, бұл
іс жүзіндегі тәжвидті орындау ол әрбір момын мұсылманның қолынан келеді дейді, егерде еңбектенетін болса. имам ибн жазари енді мына бәйтті айтады. бәбі тәжвид бабы. وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ. Yani يصحح depte keliyet var. Mecede yusahihtun orada yücevvidil Kur'an'a âthimu depte keliyet metin var. لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنْزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا. Осы алғашқы екі бәйт. Әл-әхзу бит-тәжвиди. Әл-әхз деген не? Алу. Яғни меңгеру, білу деген мағынада түсіндіре беруге болады. Бит-тәжвиди тәжвидті меңгеру, білу. Бұл жердегі тәжвид ол тәжвид әл-амали. Іс жүзіндегі жаңа біз екінші айтқан тәжвид. Яғни ол тәжвидпен Құранды жаттаған сүресін оқу деген. Хатім деген не? Ол кесілген, шешілген міндет деген сөз. Кесілген, шешілген міндет, яғни ол фард деген сөз. Фард. Ләзиму, яғни фард, міндетті болған фарз, міндетті болған сондай кесілген, шешілген орындау керек амал деген мағынада. Мән ләм южауидил Құр'ана әсиму. Осы жерде имам ибн жазари бізге айтып отыр. Яғни кімде кім Құранды тәжвидпен, яғни мынау іс жүзіндегі тәжвидпен, қағидаларды сақтап, яғни махраж жағынан, сипат жағынан, сосын басқа ережелері бар, нун сүкун бар, тәнуин бар, мәттер бар, ро бар, алла ләмнің жағдайы бар, қай жерде жуан, қай жерде жіңішке оқу керек. Соны егерде бәрін сақтап Құранды оқымайтын болса, әфиму дейді. Әфим деген не? Күнәһар деген сөз. Күнәһар. Демек, яғни осы имам ибн жазаридің сөзінен келіп шығады, мынау тәжвид, бұл жерде іс жүзіндегі практикалық тәжвид. Оны орындау әркімнің міндеттеп тұр, себебі әркім момын мұсылман әрбір намаз оқуға міндетті, құлшылық жасауға міндетті. Лиәннаху бихил илаху анзала. Себебі осы тәжвидпен Алла тағала түсірді Құранды. Яғни мынау іс жүзіндегі тәжвид пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға үйретті, сахабалар табииндарға ары қарата осы тәуәтүр жолмен жалғасып келе жатыр. Осы үлгі, Құранды оқудың үлгісі Алла тағала түсірген. Алла тағала солай елшісіне Жәбірейл алейхиссалам арқылы жіберген, солай бізге жеткен. Бұл тәжвид іс жүзіндегі біз білетін ережелер, тәжвидтік ережелер. Олар Алла тағала түсірген ережелер деп. Ол жай ғана нәрсе емес. Жай кейіннен ғұламалар өздері ізденіп, солай бір тапқан, ойдан шығарған қағидалар емес. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінен санатпен жалғасып келді оқу үлгісі. Кейін тәжвид ғалымдары, қырағат ғалымдары сол үлгідегі қайталанатын дүниелерді белгілі бір қағидаларға салып үйретуге жеңілдетті. Үйретуге жеңіл қылып, сондай бір қалыптарды сол үлгіден шығарып, ойлап тауып бекітті қағидалар. Нун сүкун қарайт, мимге жолыққан уақытта әрдайым мимге еніп кетеді, идғам болып кетеді, оннамен оқылады. Әрдайым солай. Сондықтан нун сүкунның ол мимге жолыққан уақытта идғам биғунна болатындығын қалыптастырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінде нун сүкунның үкімдері немесе мысалы мәттердің түрлері деген болған жоқ. Кейін қырағат ғалымдары қалыптастырды оны. Бар нәрсені тек
не істеді? Белгілі бір қалыптарға салып, қағидаларды бекітті. Яғни, сондықтан бұл жерде бихи дегені, яғни Алла тағала осы қағидалармен түсірген. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَى. Міне осылайша Алла тағаладан бізге жетті деп тұр. Енді бірінші мәселе, жаңа біз үкімін айттық. Үкімі бұл фарз айн, тәжвид ал-амали. Екінші мәселе, бұл жерден шығатын дәлел қайда? Дәлел қайда? Бұның міндет екендігіне, фарз айн екендігіне не дәлел болады? Ондай сұрақ кімнен болса да туындауы мүмкін. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен тәуатур жолмен, мутаватир жолмен қазірге дейін Құранды осы кейіпте оқу бізге жетіп келе жатыр. Ең бірінші тәуатур жолмен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ деді. Дұрыс па? Біз қашан оққан кезде, сен біз оқығандай етіп жалғастыр деп Алла тағала әмір етіп тұр. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның оқығаны ол Алла тағаланың Жәбірейіл алейхиссаламға жүктеген Құраны деген сөз. Сен барып Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға менің елшіме үйрет, жеткіз, осылай оқыт деп. Енді тағы бір тәуатурдан бөлек Ибн Мас'уд радиаллаху анху жалпы имамдардың, сахабалардың ішіндегі қырағат, Құран оқу саласында үлкен имам болған атақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы бір күні бір кісінің «Иннама садақату лил фуқараи вал масакин» деп оқып атқанын естиді. Фуқарада не бар бізде? Мұттасил бар. Яғни лил фуқара деген 4 әрекетке дейін созылуы тиіс. Бірақ оны созбайды, 2 әрекет созады да оқып. Сол кезде Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху тоқтатады. Сөйтеді, лил фуқараи вал масакин деп фуқараны созып оқиды. Сөйтеді, «Хәкәзә ақрааниха Расулулла саллаллаху алейхи вассалам». Міне, осылай маған Алланың елшісі оқытқан. Түзетеді, яғни созуды. Негізінде арабшада олай, егерде мәд әрпінен кейін хамза келетін болса, бір сөзде болатын болса, арабша сөйлеген кезде 4 әрекетке дейін созып отырып сөйлеу міндет емес. Сәл созып сөйлейді де кете береді. Мәун мысалы. Мәун. Бұл жерде мәун деп негізінде 4 әрекет кейін созып оқуымыз керек Құран бойынша. Бірақ арабшада ол міндет емес. Сондықтан ол әдетте өздерінің сөйлеу мәнеріне салды да солай оқыды, бірақ Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху тоқтатты да түзетті. Сол секілді басқа да мысал үшінге біз біраз мысалдарды тарихтан көре аламыз. Яғни тура осы үлгіде ең бірінші кезекте тәуатур жолмен келді, жалғасып. Оның негізі Алла тағала Құранда біз қалай оқыдық, тура солай оқып жалғастыр деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға әмір етіп тұр. Сахабалардың дәуірінде оқиғалар өте көп. Солардың бірі мысалы осы біз қазір айтқан оқиға. Демек, сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай оқыды, қалай дыбыстады, соны пайғамбарымыздан үйреніп, ары қарата тура солай өздерінің шәкірттерін табиғандарға үйретті. Осылайша қазірге дейін жалғасты. Тәуатур дегенде енді қазір сендер білетін барлық қарилар отқаннан кейін тарқатпай отырмын. Тәуатур, яғни өтірік айтуы мүмкін емес, өтірікке келісіп алуы мүмкін емес. Топтың бір ақпаратты жеткізуі деген сөз. Яғни ол ғұламалар 10 және оннан жоғары адамның бір ақпаратты жеткізуі дейді. Құранды бізге
жүздеген сахабалар осы үлгіде оқуды жеткізген. Сосын енді тағы бір мәселе бар. Тәжвидке амал етіп, тәжвидпен Құранды оқуды, бұрынғы, алдыңғы ғұламалар және кейінгі ғұламалар пікірде екіге бөлінеді. Енді мынау іс жүзінде тәжвидті мысалы бізде кейбіреулер бар, идғамдарды іске асыра алмай оқиды. Идғам, сосын кейбір мәттерді толық сөз алмай қалатындар болады. Ғунналарды екі әрекеттің мөлшерінде ұстай алмайтындар болады. Бола ма? Болады. Солар, бірақ мағынасы өзгерген жоқ Құранның. Жалпы арабша түсінікті, ұғынықты сөйлемдерді ол оқып жатыр. Тура біз тәжвидтен үйренгендей, тәжвид ғылымы талап ететіндей үлгіде ол дыбыстай алмайды. Енді ол күнәһар бола ма, болмай ма деген. Алдыңғы ғұламалар, солардың бұл мазхабты имам Насриддин Таблауи дұрыс көреді, күнәһар болады. Әрбір момын мұсылман іс жүзінде бүкіл мынау имам Ибн Жазаридің сөзінің негізінде қалай жаңағы созу керек болса, солай созу оқу керек. Ол мағынасын өзгертпейтін болса да, созбай қою. Немесе қалай ғуннаны ұстау керек болса, солай ұстау керек дейді. Идғамдардың барлығын, ихфа, иқлап барлығында ол мағынаны өзгертпейтін болса да, арабша дұрыс мағына шығатын болса да, оның барлығын сақтау керек дейді, сақтамаған кезде яғни. Бұл бірінші негізі алдыңғы ілгерідегі ғұламалардың мазхабы осындай болады. Бірақ кейінгі ғұламалар, бізде енді жағдай әртүрлі өзгеріп кетті, білеміз мысалы үшін. Қазір Құранды кириллицадан оқып жүрудің өзі үлкен жетістік болып тұр мысалы біздің қоғамда. Дұрыс па? Кириллицамен, арабша былай тұрсын, кириллицамен Құранды оқып жүрудің өзі үлкен жетістік болып тұр. Соның өзіне оймай оқи бер, сөйтіп жаңа құлшылығың жасай бер деп сөйтіп қолдап жүреміз. Дұрыс па? Кириллицамен жайлап арабшаны үйренесің ғой иншалла деген секілді. Дұрыс па? Иә. Сондықтан осындай заманда қалай? Кейінгі ғұламалар екіге бөледі мәселені. Кейінгі ғұламалар. Біріншісі ол міндетті болады. Кәдімгі фарз айын, уәжіп, шарғи деп есептейді. Мынау сөздердің мағынасын бұзбайтындай қылып құрылымын сақтап оқу міндетті дейді. Яғни, мысалы, мәтә Насрулла дейтін болса, не болды? Сөздің құрылымы өзгерді. Сөздің құрылымы бұзылды. Бұл кешірілмейтін қателік. Осылай сөздің құрылымын өзгертіп оқу, ол енді күнә болып саналады дейді. Ол сөздің құрылымын өзгерту үлкен қателік. Сөздің құрылымын өзгертпей оқу негізгі міндет сол дейді. Ал енді біреулер сөздің құрылымын өзгертпейтін қателіктер жібереді. Ихфаны дұрыс жасай алмайды. Бүкіл 15 әріпке кездесетін ихфаның барлығын ың дейді да кете береді мысалы үшін. Бар ма ондайлар? Бар. Бізде мысалы үшін даже біздің саланың қаншама мысалы қызметкерлері бар. Ол ихфаны 15 әріпте 15 түрлі дыбысталатын білмейді. Ың болып кете береді. Шын мәнінде ихфа 15 түрлі дыбысталады 15 әріпте. Сол секілді мысалы үшінге жаңағы мәд ләзимді созбай қою мүмкін 6-ға деген секілді. Бұның барлығы мынау сөздің құрылымын өзгертетін, мағынаны бұзып жіберетін қателіктер емес дейді. Бұл егерде осыны орындай алмай жататын болса,
ол уәжіп сынаи дейді, уәжіп шарғи емес дейді. Ол осы саланың тәжвид ғылымының шеберлік талаптары дейді. Соны шебер оқуға қатысты талаптар дейді. Сондықтан оны егерде ол қателіктер жіберетін болса, біз біреу соны дұрыс меңгермей оқитын болса Құранды, бірақ мағынасын өзгертпей, оны күнәһар болды деп айта алмаймыз дейді. Осылай қажет болатын болса, имам Ибн әл-Жазаридің хатмун лазиму деген сөзін ғұламаларымыз тарқатып түсіндіреді. Енді арғата жалғастырамыз. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. бұл وهو деп нені айтып жатыр? Тәжвидті айтып жатыр. Ол дейді. Ол сонымен қатар тилауаттың несі? Тилауаттың сондай бір көркемдігі, тилауаттың әдемі дыбысталуы, әдемі шығуы. Хилия деген негізі киім деген сөз. Ол бір нәрсені әдемі киіндіріп қоясың ғой. Сол тилауатты әдемі көрсететін зейнет деген секілді мағынада. Уәзинатул ада. Әдәні қазір түсіндіреміз. Жаңа мен шет жағасын айтып кеттім. Зина ол да әсемдік, көркемдік деген. Уәл қираати. Құранды оқу. Демек, тәжвидпен қаридың Құран оқуы, тилауат етуі әсемделеді. Яғни сонымен ол құлаққа жағымды, адамдар ұйып тыңдайтын, ары қарай оқи берсе екен деген сезімді адамдарға ұялататын үлгіде Құранды дыбыстайды. Қашан ол тәжвидті терең меңгерген кезде. Енді Абдулла ибн Мас'удтың атап айтқанда несі жөнінде айтылады? Абдулла ибн Мас'удтың қазір мына жерде риуаятты келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Абдулла ибн Мас'уд оқыған кезде бір риуаят келеді, көзіне жас кетіріп жылатқан екен. Абдулла ибн Мас'удтың Құран оқуы тәжвидпен, дауысы, әдәсі өте керемет болған. Сондықтан бұл хилия уәзина деген, ол сондай мына адамдардың құлағын тартатын үлгіде бір ноталарды меңгермей-ақ қойсын, немесе сондай бір керемет жалпы жан дүниесіне сондай жағымды естіледі. Немен? Тәжвидпен. Енді бір үш мәселе бар. Тилауат деген бар, мына жерде әдә деген мәселе бар, және қираа. Тилауат деген не? Тилауа мынау Құранды не секілді, мысалы, күнделікті біз зікірлерді қайталап оқимыз ғой, сол секілді бірінен соң бірін неғылып жалғастырып оқу дейді тилауат. Ал әдә ол мынау қырағатты терең меңгерген ғұламалардан, қарилардан сол жаңағы әрбір әріптің ақысын беріп оқуды үйренуді әдә дейді. Әдә, яғни дұрыстап әріпті дыбыстауды орындау деген сөз. Оны кімнен? Оны шейхтардан, ғұламалардан, осы саланың мамандарынан. Ал енді қираа, тилауатты да, әдәні да екеуінде қамтитын сөз дейді. Қираа, ол жерде әдә бар, және тилауат бар. Әдә бар, және тилауат бар. Сосын бізде Құранның ерекшелігі, құрметті бауырлар, Құранның ерекшелігі, Құран ұстаздың аузынан ғана үйретілетін ілім. Яғни Құранды оқу. Ол жай ғана, мысалы, кітапты ашып отырып, сол кітаптағы сөйлемді оқып, түсініп, болды, арғарата сен өзіңнің шәкірттеріңе үйретіп кете беретін ондай ілім емес Құран оқу. Қырағат ілімдер. Ол тек қана ұстаздың аузынан ол қалай дыбыстады, соны қайталау арқылы ғана бұл саланы біздің қарилар меңгереді. Басқаша мүмкін емес.
сол кезде әдәні біз меңгереміз. Сол кезде әдәміз дұрыс болады. Яғни орындауымыз дұрыс болады. Тәжвидтік қағидаларды, Құран әріптерін, сөздерін дыбыстау. Қазір екі тәлқин деп аталады бұл. Шейхтің, ұстаздың аузынан үйрену. Екі жолы бар. Ілгері алдыңғылардың тәсілі шейх бірінші оқып береді. Әдемлеп оқып береді, сол шейхтің артынан қайталайды. Ана бір запистер бар ғой. Ұстаз оқиды, артынан балалар қайталайды. Осы тәлқин дейді бұны. Сосын екінші тәсіл, оны қазіргі шейхтар көпшілігі сол тәсілмен сабақ береді. Біз өзімізде сол тәсілді қолданамыз, ол арт деп аталады. Арт деген шәкірті оқиды, шәкіртін тыңдап отырып, қателіктерін түзетіп отырады. Шәкірті оқиды, қателіктерін түзетіп, сол ұстаз оқып берген үлгіні шәкірті қателігін түзетіп қайталау арқылы меңгереді. Бұл енді қазіргі таңда шейхтардың, ұстаздардың қолданатын негізгі тәсілі осы. Бұл неге олай? Біріншіден уақыт үнемдейді. Уақыт үнемдейді біріншіден. Екіншіден, бұл екінші тәсілмен точный жұмыс болады. Ал сіз басынан аяқ оқып берген уақытта біреуін дұрыс шәкірт біреуін дұрыс оқуы мүмкін, біреуін қате оқуы мүмкін. Дұрыс оқып атқан сөзді босқа оған қайталап отырасыз. Ал шәкіртті тыңдап, оның қатесін түзету, яғни сіз дәл жұмыс жасайсыз. Оның дұрыс оққан сөзін қайталап босқа энергия кетпейді, уақыт кетпейді, оған босқа еңбек кетпейді. Қателік жасады, сол қателік түзетесіз, болды. Оны түзеткеннен кейін ары қарата дұрыс оқитын сөздерін жалғастырып кете береді. Келесі бәйт: وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ كُلِّ صِفَةٍ وَمُسْتَحَقَّهَا. Солай жазылып тұр ғой. Тағы да وَهُوَ, яғни тәжвидті айтып отыр. Тәжвид ол әріптердің ақысын беру дейді. Ақысын беру. Мин сифатин ва мустахаққаха. Сипаттан, бұл жерде барлығын имам Ибн Жазари тәппіштеп айта алмай отыр. Себебі бәйтке барлығын кіргізе беретін болса, ол кезде бәйт болмай қалады. Бәйт ақшам болу керек, өлең деген. Бұл жерде махраждан да, сипаттан да ақысын беру деген сөз. Тек қана сипаттан емес. Әріптердің сипатқа қатысты қандай ақысы бар, махражға қатысты қандай ақысы бар, соны беру. Және уа мустахаққаха. Ғұламалар екіге бөледі. Имам Ибн Жазаридің хаққаха деп тұр, уа мустахаққаха деп тұр. Бірінші хаққаха дегені әріптердің бойындағы сипаттар. Әріптердің бойындағы сипаттар. Яғни ол әрбір әріптің өзінің бойындағы сипаттары бар. Әрдайым өзімен бірге жүретін. Мысал үшінге, бә әріпі жахар. Дұрыс па? Жахар, шидда деген секілді. Қалқала, оның бойында жалпы жүргенімен, ол қалқалы қай уақытта көрінеді? Сүкінді болған уақытта көрінеді. Яғни ол уақытша пайда болатын сипаттар. Бәге. Сол секілді бә әріпін біз тәрқиқпен оқуымыз керек. Ал тоны тәфхиммен оқуымыз керек. Тәфхим, тәрқиқ бәнің бойында өзімен бірге жүретін зәтия сипат па? Ондай емес. Тәфхим, тәрқиқ әріптерге біз қосымша алып келіп қосамыз. Яғни уақытша пайда болатын сипаттар. Қашан бә әрекетті болған уақытта оны біз тәрқиқмен оқимыз. То әрекетті болған уақытта біз оны тәфхиммен оқимыз. Яғни оны жуан, жіңішке оқу, ол кейіннен уақытша келетін қосымша сипаттар. Сондықтан бұл жерде имам Ибн Жазаридің айтып отқан хаққаха дегені әріптердің өзімен бірге жүретін қасиеттері, яғни махражға қатысты болсын, сипатқа қатысты болсын. Ал мустахаққаха дегені ол әріптермен бірге уақытша пайда болатын сипаттары дейді. Мысалы, ғунна. Қандай еді? ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا.
Мимге біз ғуннаны екі әрекеттің мөлшерінде қосып бердік бұл жерде, иқфа шафауиде. Дұрыс па? Ол негізгі мимнің бойында жүрген сипаты емес ол. Негізгі мимнің бойында жүрген сипат жай ғана өзін дыбыстаған уақытта бірге болатын ғунна сипаты. Ол өзімен бірге жүретін, кішігірім ғана ғунна сипаты бар, өзімен бірге жүреді. Ол хақ. А мустахақ, яғни ол талап ететін, өзі жаңағы құқығы болған сипаты, ол бұл жерде екі әрекеттің мөлшерінде қосымша келген ғунна мустахақ. Сондықтан имам ибн Жазари бұл жерде әріптердің бойында бірге әрдайым жүретін қасиеттерді хақ деп тұр. Қосымша тәжвидпен оқу барысында талап етілетін қосымша сипаттарды, қосымша қасиеттерді мустахаққаха деп отыр. Одан кейін варадду кулли вахидин ли аслихи. Варадду кулли вахидин ли аслихи. Яғни әрбір әріпті, рад деген не? Қайтару. Кулли вахидин нені айтып тұр? Әрбір әріпті деп тұр. Кулли харфин вахидин, яғни. Кулли харфин вахидин ли аслихи. Өзінің негізіне қайтару. Бұл жердегі мағына тәжвид ғұламалары, осы Ибн Жазаридің мұқаддимасын шарықтаушы ғалымдар айтады, бұл жерде ол махражын айтып отыр дейді, нақты. Яғни әрбір әріпті өзінің дыбысталатын орнына апарып, сол жерден дыбыстау деген сөз. Ли аслихи, негізіне қайтару деген ол сол. Мысалы, бізде тоның дыбысталатын, немесе тәннің дыбысталатын орны бар. Ол тілдің ұшы, алдыңғы бөлігі, үстіңгі күрек түстердің түбіне барып тиіп дыбысталады. Демек, то, тә, дәл дыбысталған уақытта біз сол жерге апарып тілді нақтылап тигізіп дыбыстауымыз керек. Ат, мысалы, әд, осы. Яғни осыны жасау мынау бәйттің талабы. Варадду кулли вахидин ли аслихи. Әрбір әріпті өзінің негізіне қайтару. Оған мысалдарды арғата айта берсек те болады. Яғни хақиқату тәжвид осы бәйттерге негіздей отырып, ән туъти кулла харфин хаққаху ва мустахаққаху сифатан ва махражан. Яғни әрбір әріптің сен сипатқа қатысты, махражға қатысты ақысын бересің, сонымен қатар ол өзі талап ететін қасиеттерді де оған беруің керек. Ол деген сөз, яғни оның өзімен бойында жүретін қасиеттер махражға да, сипатқа да қатысты. Және кейіннен тәжвидпен Құран сөздерін оқу барысында талап етілетін қосымша сипаттарды да беру осы хақиқату әт-тәжвид дейді. Оған қосымша нелерге басқа мысалдарды келтіре береміз. Мысалы, домман дыбыстау. Домман қалай біз толық дыбыстаймыз, дұрыстап дыбыстаймыз? Қалай? Дом. Дом шафатайн. Ерінді барынша бүрістірумен. Мысалы. Худуды. Мысалы. Худуды. Соңғы дәлге келген, сөкөнді дәлге келгенде тартып аламыз, мысалы. Домманы дыбыстаудың техникасы осылай. Ал фәтхан дыбыстау ауызды ашамыз. Бә, мысалы. По, ауызды ашумен фәтха орындалады. Ал кәсірада езуді екі жаққа жібереміз. И, би, ти. Бұл да бір техника. Яғни осылардың барлығы ол қосымша, яғни мустахақ. Мустахақ. Ол әріп дұрыс оқылу үшін талап етілетін қосымша қасиеттер деген сөз. Келесі, уәллафзу фи назирихи кәмислихи. Уәллафз, не ол лафз деген? Сөз. Сөз фи назирихи, өзіне ұқсасында ол тура солай оқылады деген сөз. Бұл деген не деген сөз?
бұл нағыз итқанды жетік орындауды осы жерде біз көрсетеміз. Не деген сөз? Яғни, бір әріп, жіңішке әріптер, біреуі жіңішке, біреуі жуан болып кетпеу керек. Мысалы, мәхмәсатин, мәхмәсатин, мә, мим бірінші, бізде жіңішке. Дұрыс па? Хо жуан. Одан кейінгі мим жіңішке. Одан кейін сот жуан. Одан кейін тә жіңішке. Демек, біз бірінші мимді қалай жіңішке оқыдық, хода, сотта әсер етпеу керек те, екінші мимде үшінші келіп тұрған. Ол да солай жіңішке болу керек. Осы уәллафзу фи назирихи камислихи деген осы. Тәжвидті жетік меңгерген қари, ол әрбір әріпті оққан кезде оның ұқсасын тура сол секілді оқиды. Мынаны басқаша, мынаны басқаша оқымайды. Мына жіңішке оқылатын жіңішке оқыды да, екіншісін анау жуан әріптердің ортасына түсіп қалған уақытта жуан оқып жіберді. Олай болмайды. Ол демек жетік меңгермеген қари деген сөз. Ол шебер қари емес. Жуан, хо жуан болды ма? Хо секілді сот жуан ба? Сотта да жуан оқиды. Әрине, бұл жерде соттың фатхасы болғандықтан ол хаға қарағанда көбірек жуандалады. Неге? Себебі фатха болғанда әріп көбірек жуандайды, яғни истиғла әріптері. Сол секілді, мысалы, әнзәлә минәс-самааи маа, екі мұттасыл кеп тұр осы бөлікте, мысалы. Біріншісі сәмада, екіншісі мәда. Дұрыс па? Екеуінде де 4 әрекеттен соң. Біреуінде үш әрекет, біреуінде 4 әрекет, немесе біреуінде 4 әрекет, біреуінде 5 әрекет, олай созбайды. İmam İbn Cezeri айтып отыр: "Валлафзу фи назириhi камислихи". Яғни сөз өзіне ұқсас сөздермен бірдей оқылу керек. Мунфасил. Мунфасил 4-ке созылып жатыр ма? Болды, ол басқа мунфасилдің бәрін 4-ке сөз оқиды. Мәттабиғи 2-ке созылу керек ол. Мәттабиғидің бәрін 2-ке созады. Ол мысал үшінге мунфасилді қасырмен оқып жатыр, 2 әрекетпен оқып жатыр. Ол не істейді? Басқа мунфасилдарды 2-ке созып оқиды мысалы. Бірақ я айюхаллазина деп, я айюхаллазина дағыны не істейді? Артық созып жібереді. Олай болмайды. Я айюхаллазина аману ида. Болды. 2-2. Яғни мәд мунфасилдің барлық жерде 2 әрекеттің созуына мәттабиғи секілді 2 әрекеттің мөлшерінде ғана созып сақтауы тиіс. Сол кезде ол қари шебер оқитын қари болып саналады. Осы имам Ибн Джазари айтқан талапты қашан сақтайды қари? Сонымен ол өзінің Құранды, тәжвидті жетік меңгергенін білдіреді. Мукаммалан мин ғайри ма такаллуфи биллутфи фин нутқи била таассуфи. Мукаммалан. Мукаммал деген не? Мукаммал деген толық, кәміл, кәмілдендіріп оқиды. Яғни бүкіл мынау тиісті ақысының барлығын кәміл береді. Махражды дұрыстап анық естіртіп оқиды. Жай бүйтіп жаңағы ханы мысалы хаға ұқсатып оқи салмайды деген секілді. Қофты кәфқа ұқсап кетпейді. Сол секілді ихфаның 15 түрлі дыбысталу керек. Қайсы әріппен кездесіп тұр мысалы. Жуан әріппен кездескенде ихфа жуан ғунна болады. Жіңішке әріппен жіңішке ғунна болады. Яғни соның барлығын ол кәміл оқиды. Осы тәжвидпен. Мин ғайри ма такаллуфин. Такаллуфи. Такаллуф деген не ол? Артық әурешілікке түсу. Яғни ол жаңағыдай бір Әлхамдулиллахи деген секілді ондай неге түспейді. Ол биллутуф, яғни жағымды қылып, махраждарын, сипаттарының барлығын толығымен дұрыс дыбыстайды.
Сонымен қатар өте жеңіл қылып, құлаққа жағымды қылып, ешқандай бір асыра сілтеушілікке салынбай, немесе бір артық әурешілікке түспей, сонымен қатар жаңағы бір жасандылыққа салынбай солай оқиды. Әлхамдулиллахи роббил аламин. Болды. Мысал. Ал жаңағыдай болатын болса, ол артық асыра сілтеушілікке салыну, немесе жасандылыққа салыну болып саналады. Міне, имам Ибн Жазари айтып жатыр, ондай болмайды тәжвидте. Дұрыс, кейбіреулер мысал үшінге қиналып оқуы мүмкін. Қиналып оқуы мүмкін. Тілі келмейді, қиналады. Ол бөлек әңгіме. Ол жасандылық емес. Ана махражды дұрыс шығарамын деп, сипаттардың толығымен ақысын толық беремін деп, ол белгілі бір сондай қиындыққа түсуі мүмкін. Ол хадистегі айтылған жаңағы Құранды қиындықпен, машаққатпен оқыған адамға 2 сауап дейді ғой. Ол сол. Ол дұрыс дыбыстаймын деп еңбектенді артығымен. Сол артығымен дұрыс дыбыстаймын деп еңбектенгеніне Алла тағала 2 сауап оған береді. Бұл басқа әңгіме. Бұл жерде ол жасандылық немесе бос артық әурешілік деген әңгіме жоқ. Мына жерде жасандылық ол жаңа. Ол әдемілеп, бір жағымды қылып, ешқандай мысалы жаңағы жақтарын бүйтіп қатты бір қисайтып, қимылдатпай-ақ әдемі оқи алады ол, спокойно. Бірақ ол жасандылықпен соның барлығын істейді. Имам Ибн Жазаридің ескертіп жатқаны сол. Такаллуф, таассуф ол артық әурешілік. Артық асыра сілтеп күш салу деген секілді. Оны енді Ибн Жазари Нашр кітабында айтқан, Нашр фил қираат ал-ашрда, тайбатан нашрда, яғни битамди'i лисан дейді, битақи'ил фам, жаңағы ауызда деп жаңағы артық, бір операның әншілері бар ғой, жаңағы деп тұрып бүйтті, ондай емес деп ескертіп жатыр. Біраз нелер битауижил фат дейді, жағын қисайтып, бүйтіп, бұрмалап, солай имам Ибн Жазари Нашрде таассуф, такаллуфты біраз өз сипаттаған. Оны енді қазір оқып, уақытты алмай-ақ қояйық. Біраз әңгіме бар ол жерде. Ендігі мәселе وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ. بَيْنَهُ деген не? Яғни тәжвидті айтып отыр. وَبَيْنَ تَرْكِهِ. Яғни тәжвидті үйрену мен үйренбеудің, немесе тәжвид ғылымын меңгеру мен меңгермеудің арасында дейді. Не бар дейді? Илля риядату мриин. Яғни адамның жағын жаттықтыруы тұрады дейді. Қашан қари, мұсылман, Құранды үйренгісі келетін адам, қашан жағын жаттықтырады, сол кезде ол тәжвидті меңгереді, үйренеді. Ал жаттықтырмады ма, көп оқымады ма, Құранды тілін әрдайым машықтандырмады ма, демек тәжвидті меңгермейді деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таахадул Құран деген сол. Құранды әрдайым қайталап жүріңдер, себебі фаиннаху ашадду тафаллутан минал ибил. Ол жаңағы түйеден тезірек кетіп қалады. Сахара шөлде түйе қалай тез кетіп қалатын болса, одан да тезірек сендер Құраннан айырылып қаласыңдар дегені сол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрбір момын мұсылманның күніге Құраннан оқитын хизбі болсын деген тапсырмасы да сол. Яғни Құраннан оқитын оның белгілі бір мөлшері болу керек момын мұсылманның. Сол кезде ол жаттығып отырады әрдайым. Құранды сол кезде әдемі оқуды тағы да меңгере береді, және әдемі оқып жүрген үлгісін сақтайды да ұзақ уақытқа. Сосын біздің Орта Азияның санақ деген тәсілі де осы жаңа көп оқу, жақты жаттықтыру, тілді жаттықтыруға көмектесетін тәсіл. 200 санақты қойып қояды, бірінші аттаған кезде ең кемі мысалы
ол 200 санаққа жеткізем дегенше сен мысалы қаншама көп оқып жағыңды жалпы тіліңді аузыңды жаттықтырып тастайсың. Ол тәжвидті меңгеруге, жалпы Құранды дұрыс оқуға ол негізгі көмектесетін тәсіл. Имам Ибн Жазари айтып жатыр. Демек, сен аузыңды, тіліңді жаттықтырып, Құранды көбірек оқисың, көбірек әрекет жасайсың, көбірек еңбектенесің, тәжвидті меңгересің. Ал көп әрекет жасамадың ба, көп оқымадың ба, сен меңгере алмайсың. Мен өмірде көп байқағам. Мынау арабша тәсілмен жаттаған жігіттер Құранды көп оқымайды. Себебі олар жаттауға мән береді, қайталауға, көп тіл оқуға, санаққа жеткізуге емес. Кәдімгі өзіміздің Орта Азияның тәсілімен оқыған жігіттер, өзіміз арамыздан шыққан жігіттерді айтып отырмын. Олар санақпен оқыған, Құранды көп оқыған. Екеуін Құранды оқыған кезде бүйтіп қарайтын болсаң, анау санақпен оқығандар тілі деген зуылдап тұрады. Бәрібір әріптердің махраждарын меңгеруі, сосын аят бетті мысалы басынан бастап аяғына дейін бір-біріне байланыстырып тез оқып шығуы бәрібір анау жаңағы арабша тәсілмен санақпен оқымаған, жаттауға көбірек мән берген шәкірттен ерекшеленіп тұрады. Әрине, екеуінің де плюс минустары бар. Жалпы мен мынау санақтың, көп оқудың пайдасын айтып жатқан. Көп оқудың, көп қайталаудың пайдасы, оны себебі имам Ибн Жазари өзі айтып отыр. Риядатум риин бифаккихи дегені көп оқумен. Енді біріншісі жаттықтырудың ғалымдар екі деңгейге бөледі. Біріншісі даражатул ифрат, одан кейін даражатул таркиб. Яғни мынау әріптерді меңгертудің. Даражатул ифрат не ол? Даражатул ифрат, яғни жекелей үйрету, әріптерді жекелей дыбыстату деңгейі, әрбір әріптің дұрыс дыбыстауын үйретеді. Әрбір әріпті негізі бөлек оқыған уақытта әшейін. Мысалы, ақ, әк, кәки, ку. Мысалы, мұғалім сәнді сөйтіп үйретеміз ғой біз. Ол қатты аса қиын болмауы мүмкін. Бірақ ол бағанағыдай мәхмәсатин деген секілді сөзде келген уақытта ол әріпті жаңағы тура мәмиму дегендегідей дыбыстай алмайсың. Себебі неге? Ол жерде басқа әріптермен қосылды. Ол деңгей, екінші деңгей, ол жерде дыбыстау тағы да қиындай түседі. Яғни сала мамандары бірінші шәкіртке, ол әріпті білмейтін шәкіртке, ифратты үйрету керек. Әрбір әріпті жеке дыбыстауды бірінші үйретіп алу керек болған. Одан кейін екінші деңгей таркиб. Яғни сөздің ішінде дыбысталуын, одан кейін жаймен, мысалы үшін Құранды, аяттарды жаттатып, сөйлемді бірге қосып оқуды, яғни сөздерді сөйлем қылып оқуды жайлап үйретесің. Бұл енді ғаламалардың жалпы мынау Құранды үйретуге қатысты беретін кішігірім сондай бір кеңесі, немесе Құранды үйретудегі деңгейлер. Сөздерді, әріптерді дыбыстауда. Жалпы бүгінге меніңше осы жетеді. Алла тағала баршамыздың пайдалы білімімізді арттырсын, және Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен қандай үлгіде сақталып келе жатқан болса, солай оқуды, солай үйренуді иншалла баршамызға нәсіп етсін. Субханак ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.